Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Ақсу қаласының Жаймұс атындағы жоғары көпсалалы колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Алжанова Наргиза Тұрсенбаева. Халықтық музыкалық шығармашылық және музыкалық әдебиет пәні бойынша қазақ халқының асыл тұлғасы Нұрғиса Тілендиев туралы бүгін сіздермен бірге сабағымызды бастаймыз. Сабақтың мақсаты Нұрғиса Тілендиевтің өмірі мен шығармашылық жолымен танысу. Тілендиев Нұрғиса Атабайұлы 1925 жылы 1 сәуір күні Алматы облысы Іле аудандағы Шілімкер ауылында дүниеге келген. Әкесі Атабай домбырашы, халық әндерінің білгірі болған. Шешесі Салиха музыканы жақсы көрген, өлең айтқан, тіпті сырнайда да ойнаған екен. Нұрғиса бала кезінен бір орында отырмайтын. Анасы балам бір бәлеге ұрынып қалмасын деп, аяғын ағашқа байлап қойған кездері де болған. Артынан баланың энергиясын домбыраға қарай бұрған. Сөйтіп, Нұрғиса 5 жасында әкесінен домбыра тарту үйренген, ал анасы ноталық сауатын ашты. Бір күні Ахмет Жұбанов Нұрғиса тұрған үйдің жанынан өтіп бара жатып, домбыраның үнін естіп қалады. Ұлттық аспапта сонша шебер ойнап отырған кім екенін белгісі келеді де, 6 жасар баланың көріп, анасынан ұлының тағы бір рет домбыра тартып беруін сұрайды. Ахмет қуаныны баланы ойнауын үйіп тыңдап, оған музыка училищесіне баруға кеңес береді. Училищеде баламен басқа композитор Латиф Хамиди айналысып, оны би классына жазып қояды. Іс-сапардан келген Жұбанов талантты домбырашы балет сабақтарына барып жүргенін көріп, дереу музыка классына ауыстырады. Домбырамен қатар Нұрғиса бокспен де айналысқан. Алайда Ахмет Жұбанов не бокс, не музыка деп шарт қойғаннан кейін Нұрғиса өнерді таңдайды. 1943 жылы Нұрғиса Тілендиев соғысқа аттанады. Сол кездегі көпшілік жастар сияқты 16 жасқа 2 жас қосып жаздырып алады. Сөйтіп, 1945 жылдың 9 мамырына дейін Нұрғиса Курск шайқасында бастап Берлинді алғанға дейін сарбаз жолымен жүріп өтеді. Бірнеше рет жараланады. Соғыс біткеннен кейін ерлігі үшін, Берлинді алғаны үшін және Ұлы Отан соғысындағы жеңісі үшін медальдармен марапатталады. Нұрғиса Тілендиев әскери қызметті жалғастыруды да ойлаған. Бірақ Ахмет Жұбанов әскери округ бастықтарына соғыстан соң елде талантты музыканттарға деген қатты сұраныс болатынын жеткізіп, Тілендиевті қайтару туралы өтініш жазады. Ақыры Нұрғиса 1945 жылдың қазанында әскерден босатылады. 1948 жылы Нұрғиса Тілендиев Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясына емтихан тапсырып оқуға түседі. Ұлт аспаптары бөлімінде 2 жыл оқып шығады. Оқуын аяқтаған соң Нұрғиса Мәскеу консерваториясына оқуға барады. Осы оқу орнына түскен алғашқы қазақ та осы Нұрғиса Тілендиев болды. Оқудан кейін Абай атындағы Қазақ опера және балет театрының бас дирижері лауазымына тағайындалады. 1980 жылы Нұрғиса Тілендиев Қазақ филармониясының жанынан отырар сазы оркестрін ұйымдастырады. Басында шығармашылық ұжым шағын ансамбль ретінде өнер көрсетті, ал 2 жылдан кейін оркестр боп құрылды. Бір күні Нұрғиса Тілендиев шаңырағына қонаққа ақын Мұқағали Мақатаев келеді. Екеуі әңгіме дүкен құрып отырғанда Нұрғиса «Даха, домбырамды берші маған» деп, жары Дариғаға домбырасын алғызып, аққу мен арман күйлерін тартып береді. Осы кезде ақын інісі Мұқағали «Дариға, домбырамды берші маған» атты өлең жазып береді. Артынан сазы да жазылады.
Бірде Нұрғиса Тілендиев жұбай Дариғамен Алматы өзенінің жағасымен қыдырып келе жатады. Бір кезде сәзгер өзен жағасындағы тастың үстіне шығып, біресе айға, біресе жұлдыздарға қарап, «Куә бол жұлдыз, куә болайым, куә бол алатауым» деп әндете жөнеледі. Кейін сөздерін ақын інісіне жаздыртып алады. Осылайша «Куә бол» әні дүниеге келген. Қайран менің жүрегім қараңғыста, қанат барда шыдайсың қайтып ұшпа, оңашада жылайсың ағыл тегі, қаларыңда белгісіз қайсы тұста, қайсы тұста. Әрқиса тартатығын Нұрғиса. Нұрғиса Тілендиевтің шоғырлы жұлдыз сияқты күйлері туралы дамын бір толғау жазуға болады. Ата толғау, аңсау, көш керуен, махамбет, сүйінбай сазы, бестөре, аққу, тағы басқа күйлері қазақ өнеріндегі рухты шығармалардың қатарына қосылады. Әлқиса, сөз басы, ол Нұрғиса Тілендиев күйлерінің күй басы. Ол композитор жүрегінің аманаты, сыры, мұраты. Әлқиса арқылы Нұрғиса Тілендиевтің бүкіл шығармасын ойша қайталап жүрек елігінен өткізіп отырасын. Шертпей күймен төкпей күй үйлесім тауып, өзіне шағырып отырады. Күйдің ерекшелігі де, құдіреті де осында жатыр. Әлқиса, Нұрғиса.
Нұрғиса Тілендиев жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың жақын туысы болып келеді. Көз жұмбас бұрын мені Жамбыл атамның жанына қойындар. Құстар қайтып барады, әнімен шығарып салындар, деп аманат айтқан екен. Композитор 1998 жылғы 15 қазанда 71 жасында өмірден озды. Топырақ бұйырған жері Жамбыл кесенесінің іргесі. Халық әртісі, халық қаһарманы, композитор, дирижер, домбырашы. Қазіргі таңда Нұрғиса Тілендиев атымен музыка мектептері, музейлері мен көшелер аталған. Сабағымыз осымен аяқталды. Құрметті оқушылар, берілген тапсырмаларды орындап, келесі сабақта кездескенше.